Сәлем достар. Алда қыс мезгіліне осындай квашеный капуста дайындағыларыңыз келсе, осы видеоны соңына дейін қарауға кеңес берем. Көріп отырғандарыңыздай біркелкі әдемі, дәмді, осындай қазақша айтқанда ашыған капуста. Қыс мезгілінде етпен салқында жеуге арналған салат. Ол үшін бізге көріп отырғандарыңыздай осындай күзде пісіп жетілетін, яғни қабаты қалың капуста. Капустаны осылай қақ ортасынан бөліп аламыз, ортасында качан алып тастау үшін. Оны тағы да, яғни төртке бөлеміз. Сол кезде ортасында качаны оңай алынады. Бірінші качан алып тастап, барлығын. Содан кейін өз ыңғайларыңызға қарай тура кесесіздер. Яғни кескен жағдайда да көріп отырғандарыңыздай біркелкі етіп, шіңішке қылып турайсыздар. Пышақтарыңыз әрине өткір болғаны дұрыс. Себебі күз мезгілінде пісетін қабат болғасын, яғни капуста болғасын, қабаттары қалың болып келеді. Көріп отырғандарыңыздай осылай соломка қылып кесеміз, тураймыз. Сосын көмпейіп тұратын білесіздер, сондықтан бірден кең ыдыс дайындап алғандарыңыз жөн, себебі көп орындалады. Менде үйдегі бар кең ыдыс осы болды. Негізі сіздерге кеңес берер едім, шұңғыл табақ алсаңыздар жақсы болады. Себебі қазір араластырғанда кішкене жан-жағына шашырайды. Мен енді столдың үстіне турап атқандықтан шаш түскен жағдайда да дастархан үстіне түседі ғой деп осы ыдысты алып отырмын. Үстіп қалған жартында осылай качаны алып турап аламын жақсылап. Пышақтарыңыз өткір болса, капусталарыңыз әдемі болып шығады, жіп-жіңішке болып. Яғни менде осы үлкен капуста барлығын турап алдым. Мені көріп отырғандарыңыздай осындай орташа сәбізді тазалап, үккіштен, яғни теркіден өткізіп алам. Яғни көріп отырғандарыңыздай өте ұсақ болмау керек, ұзынша қылып. Менде осы бір капустаның салмағы кел жарым, 2 келдей капуста. Сол қазір 2 литрлік банкымен 1 банкідей болады. Көріп отырғандарыңыздай жаңа капустамның үстіне туралған сәбізімізді салып, осы ас қасықпен 1 ас қасық тұз жеткілікті. Сосын лабыр жапырағын саламыз, өзіндік дәм береді. Бұл басқа салаттардан ерекшелігі, бұл жерде уксус құймаймыз және шекер салмаймыз. Осылай жақсылап 2 қолмен араластырып, арасында сығып аламыз, яғни сөлі шығу керек капустаның. Жақсылап араластырамыз. Көріп отырғандарыңыздай арасында қысып қою керек. Көріп отырғандарыңыздай уже сөлі шыға бастады. Осылай 2 литрлік банканы осындай 2 литрлік банканы жақсылап жуып, осыған осылай
салам. Яғни салғаннан кейін арасында нығыздап қойғандарыңыз дұрыс. Себебі капуста отыру керек. Яғни көбірек сыю үшін. Көріп отырғандарыңыздай жиектерін қолдарыңыз сыйғанша нығыздап басып қоямыз. Сол кезде капустамыз көбірек кетеді бір банкіге. Бір жағынан сөлі бөлінеді. Яғни сөлі бөлінгенде ол капустаны ашуына жақсы болады, тез ашуына. Көріп отырғандарыңыздай осылай жиектерін жақсылап басып қойыңыздар, үстіне салып. Сол кезде бірінші салынған капусталар престелет. Міне осылай жиектерін әсіресе. Міне көріп отырғандарыңыздай жаңа үлпілдеп тұрған капуста уже барлығы осы 2 литрлік банкіге сыюға қалды. Иығына дейін келтіреміз, себебі сөліні бөлінген кезде ол әлі де отыратын болады. Міне осылай көріп отырғандарыңыздай банкының сыртын тазалап алдым. Енді осылай 3 суткіге бөлме температурасында қоямыз, яғни холодильникке салмай. Астына осындай бір тарелка қойғандарыңыз дұрыс, себебі сөлі бөлінген кезде сыртына су ағады. Сондықтан бетін жауып 3 суткіге бөлме температурасында қоямыз. Менде уже 1 суткі өткеннен кейін қарасаңыздар, уже сыртына су аққан. Бетінде де су бар, көріп отырғандарыңыздай. Міне кеше құрғақ тарелка, бүгін осындай сөлі шыққан. Яғни бұл уже ашыды деген, ашу үстінде. Яғни процесс жүріп жатыр деген сөз. Енді көріп отырғандарыңыздай осындай таяқшамен жайлап түртіп қоямыз, себебі арасына сөл бару керек. Әйтпесе капусталар қарайып кетеді, сөл бармаған жағдайда. Сондықтан осылай
суткасіне бірлеп түртіп қойғандарыңыз артық етпейді. Міне 3 сутка өтті. Холодильникке мұздатып алып, мен уже асын дайындап жатырмын. Осылай дайындар ұсынбас бұрын үстіне жуан немесе осындай тәтті бұрыш бір нәрсе тура жіберсеңіз, тіптен дәмі күшті келеді. Сосын оливка май, я болмаса шемішкі май құйсаңыздар болады. Ас болсын, каналға жазылып